Енді оюдың соңғы жағы, бұл жерде де тағы бөлекше техника қолданып тұрмын, сондықтан оны да көрсеткім келіп тұр. Манағы қуыс жерден шығамыз, ашық қалған жерден жанынан шығамыз. Бұл жерде бір золотистый матовый бисер, бір жемчуг рисовый, бір золотистый матовый бисер, бір домалақ жемчуг четверка, бір золотистый матовый бисер и бір пайетка аламыз. Міне мынандай суреттегідей, осы видеодағыдай сізде осындай набор шығу керек. Бір бисер, бір жемчуг, бір бисер, бір жемчуг, бір бисер, бір пайетка. Осылай қылдырып алып, тігіп бастайсыз. Қиғаш қылып алып тігесіз сразу. Міне бастап тіккен кезде қазір көресіз, әдемі болып түседі. Осылай көтеріңкі болып түсу керек. Сосын жанынан шығарғанда, стразы лентаның жанынан почти жемчугтың ортаңғы бөлігінен төмендеу болса да әдемі болып шығады. Алып, дәл осы набормен қайтадан тігіп бастай бересіз. Так. Қазір міне. Міне. Дәл осылай қылдырып, цепочка қылдырып, бисер ненің пайетканың жанынан оюдың сызығынан түсесіз. Алдыға қарай. Тартыңқырап отырсаңыз болады бисеріңізді, жібіңізді. Өйткені салбырап әдемі емес болып қалуы мүмкін. Сондықтан тартып отырыңыз. Қатты тартып жібермеңіз, бүріліп кетпесін. Бірақ оюыңыз әдемі түсу үшін барынша орында тұрған, нық тұрғаны жақсы. Бір золотистый бисер, бір рисовый жемчуг, бір золотистый матовый бисер, бір жемчуг, бір пайетка. Бір золотистый. Суреттегі жел аласыз ғой. И осылай по цепочке жайлап ою біткенге дейін айналдырып шыға бересіз.
ендігі мына жерде қалған кішкене құлақ. Оюдың құлағын алып тігеміз. Бисердің шеттерін, пайетканың шетінен шығып, 3 золотистый бисер, 1 жемчуг, 1 пайетканы тігеміз. Тағы да жанынан 1 миллиметрдей қалдырып, болмаса бисердің жанынан шығып, 3 матовый золотистый цвет, 1 жемчуг төрттік, 1 пайетканы алып, тағы да қиғаш саламыз, өйткені оюымыз овальный. Тағы да сол бисердің қайтадан жанынан шығып, 3 матовый золотистый бисер, 1 жемчуг, 1 пайетка салып, оюдың ортаңғы жағына қарай саламыз. Өйткені шіңішкеру керек. Сонымен оюымыздың тігуі аяқталды. Осы оюдың техникасы барлық